Ал, бисмилля бауырлар, мен сіздерге өте маңызды мағлұмат берейін деп тұрмын. Мына махраж байланысты, әріптердің махражына байланысты суретті алдарыңызға шығарып алыңыздар. Осыған қарап отырыңыздар. Бұған дейін бұл суретті ашып, неге ашықтап бермедім? Себебі 29 әріпті, яғни ләм-әлифпен қосқанда 29 әріптің барлығын өтіп болғаннан кейін ашықталатын сурет. Енді бұл суреттегі әріптерді қалай ажыратып тауып алуға болады деген кезде мен сіздерге 3 категорияға бөліп бердім. Бұны кез келген тәжуид кітаптарында осылай бөліп қарастырады. Яғни бірінші категорияға жататын тамақ әріптері деп қарастырамыз. Оған мына 6 әріп. Әлиф, ха, 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 айн, ғайн. Осы 6 әріп тамақ әріптеріне жатады. Одан кейін ауыз қуысы және тіл және кеңсірік әріптері ретінде қарастыру керек. Өйткені барлығы бір жерде шоғырланғанда, ауыз қуысында, тілде, кеңсірікте барлығы бір жерде шоғырланғандықтан үшеуін бір неге қарастырасыз категорияға. Осы қызыл пастамен жазылған әріптердің барлығын осы екінші категорияға жатқызасыз. Қаф, каф, джин, джим, шин, я, дат, ләм, нун, ра, та, дәл, тә, зә, син, сат, фә, дәл, за. Яғни сақау әріптердің барлығы осыған жатады. Енді үшінші категория ерін әріптері. Фә, бә, мим, воу. Осы мына суреттегі әріптердің барлығын осы үш категория арқылы тауып аласыздар да, мен айқалап көрсеткен махражға бірге қайталау арқылы осы әріптердің орнын тез арада шығарып аласыздар. Алла қаласа. Ал, бисмилля, бауырлар, бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз сукун харекесі. Яғни біз хареке деп алдық оны. Себебі сукун белгісі мынандай домалақ белгіде келетін белгіні сукун деп атайды. Яғни сукун деген тоқтау, яғни тыныштыру мағынасы. Яғни қай әріптің үстінде келсе, сукун әріптің үстіне қойылады. Әріптің үстінде келді ме, қай әріптің сол әріптің өзін айтқызады. Б болса Б, Т болса Т, Ф болса Ф. Яғни сукун деген әріпті тоқтататын әріп. Хареке. Тоқтататын хареке. Мына жерде бәға мысал келтіріп, әлифті пайдаланамыз бұл жерде. Өйткені екі сөз қосылмаса, сукунның өзі айтылмайды. Сол үшін әлифті пайдаланамыз. Әбі, ибі, үбі. Неге әбі деп, б деп ұрылып атыр? Оны қазір алдағы уақытта міндетті түрде түсіндіретін боламын. Бірақ дәл осылай оқыңыздар. Әбі, ибі, үбі. Мына б-ның тоқтау белгісі осылай ұрылуымен болады. Ал келесі т әрпін әні білдіртеміз, әні оқып аламыз, одан кейін тын оқимыз. Әт, ит, ит, ут, ут, ут. Көрдіңіз, бұл үті болмайды, мынау сияқты болмайды, бұл басқа. Мынау қазір қалқалы әріптерге жатады, оны алдағы уақытта түсіндірем. Үт. Келесі әріп, ән айтамыз, одан кейін сын айтамыз. Әс, ис, ус, у-с, ус. Ән айтамыз, жыны әжі, ижі, үжі. Бә сияқты бұның үкімі. Жы деп ұрылу керек. Әжі, ижі, үжі. Мынау ұрылмайды. Тамақты қырнамай. Әх, их, үх. Көрдіңіздер ма? Әх, их, үх. Міне, тоқтау белгісі ханы тоқтатып атыр. Енді тоқтау белгісі х-ның үстінде келсе, әх, их, ух, әді, иді, үді. Дәл жиммен бәнің үкімі секілді. Әз, из, үз. З-ны тоқтатып атыр. Әр, ир, үр. Әз, из, үз. Әс, ис, үс. Міне, синді тоқтатты. Енді шин. Әш, иш, үш. Ән айтамыз, одан сын айтамыз. Әлс, жуанды жуан. Әлс, ис, үс. Ал д әрпі. Әлді деп ұрмаңыздар. Еш уақытта әлді деп ұрылмайды. Әлд, ид, ұд. Яғни ауыз қуысы қысылып қалады. Әлд, ид, ұд. Мына әрпі ұрылады. Тура бә, жим, дәл үкімдеріне ұқсас. Әто, ито, уто, әто, ито, уто. Мына әріп ұрылмайды. Әл, сақауды сақау қылып айту керек. Әл, ил, уз. Мына әріп қырналмайды. Әр, ир. Мына алдындағы и, әлер айтылу керек. Әр деп, ана ә білінбей қалмау керек. Ә бөлек айтылады, айн бөлек шығу керек. Әр,
ear, ear, ear. Келесі әріп қырналады. Ұғы деп айтылмайды еш уақытта. Ұрмай. Тоқтап қалу керек. Өйткені бұл сүкін тоқтау белгісі. Уф. Келесі әріп. Та, жим, дәл, бәлардың үкіміне ұқсас ұрылады. Деп айтылмайды. Уқы. Міне, осылай айтылады. Ал бисмилла жалғастырамыз, я? Ук. Біліну керек. Деген кезде шығу керек. Ук. Ул. Ун. Одан кейін әні бөлік уды. Иді бөлік уды. Уды бөлік айтып аласыз. Ада ары қарай. Міне, осылай айтылады. Бисмилла. Біз сүкіннің әріптеріне барлығы әріпке 28 әріпке сүкін қарекесін қойып үйрендік. Енді сол сүкіннің ішінен шығатын бір ереже бар. Мен жаңа сүкінді өту барысында түсіндіріп кеттім. Соған бір тоқталайын енді. Сүкін қарекесіне қатысты. Мына бір тақырыпқа тоқталайық. Қалқалы. Яғни осы бә, жим, дәл, та, қаф әріптерінің үстінде сүкін келетін болса, қалқалы, яғни ұрылады. Әжі, әбі, әқы, әді, әқы деп ұрылады. Мен жерде әлифті пайдаландым. Негізі бұл жимнің алдында әлифтен бөлек кез келген әріп келе береді. Ол маңызды емес. Бізге ең маңыздысы мынау. Жимнің үстінде тұрған сүкін маңызды. Алдыңғыға қосылған кезде осы ұрылуы керек. Әж деп айтамайсыз. Әб деп айталмайсыз. Әбі, ибі, үбі. Яғни ұрылуы керек. Осы әріптер 5 әріп. Қалқалы әріптерге жатады. Құранның кез келген жерінде осы 5 әріптің үстінде сүкінді көрдіңіз ба? Қалқалы ғып оқыңыз. Қалқалы ғып оқымасаңыз қате болады. Мен 5 әріпті неге тағы тізіп көрсеттім? Кейбір бауырларда Құранға түскен бауырлардың өзінде қате кетіп жатады. Осы 5 әріптен басқа әріптерді де қалқалы ғып жатады. Мысалыға, әлхамдули деп әлі деп лыны ұрып жатады. Немесе сиратан лазина ан'амта деп нунды ұрып жатады. Ан'амта деп. Әні деп мынаған ұқсатып ұрып жатады. Жоқ. Әні деп ұрылмайды. Себебі 5 әріптің ішінде қалқалы жоқ па, нун жоқ па, демек ән деп тоқтау керек ода. Ән. Ал өрде 5 әріптің біреуі келсе, демек ол кезде осы 5-еуінің біреуі келсе ғана қалқалы болады. Әні деп ұрмаңыздар. Ан'амта. Қалған әріптердің бәрі тоқтайды. Мына 5 әріп ұрылады, қалқалық оқиды. Бұны 5 әріпті жаттаудың тез арадағы үлгісі құд-бұжат деп жаттап алсаңыз, тез арада 5 әріпті жаттап аласыз. Құд-бұжат әріптері қалқалы әріптер. Бұдан басқа әріптер қалқалыға жатпайды. Енді екінші бір тақырып, білдірту керек болған әріптер. Яғни қалқалы сияқты ұрылмайды, бірақ білдірту. Әт демейсіз, әт, ит, үт, яғни әті еместі, әті наған ұқсамайды, бірақ білдіртесіз. Әт, ит, үт, яғни мынауда әк, ик, үк, әк десеңіз к білінбей қалуы мүмкін. Сол үшін к-ні білдірту шарт. Тымен к-нің үстінде сүкін келді ма, бұны білдірту керек. Аллаху акбар, әк, к. Осы тымен к-ні білдірту керек болған осы 2 әріп. Ал бисмилла бауырлар, көпшілік қалқалы әріптер және білдірту керек болған әріптерді сүкінға қатысты тақырыптарды егжей-тегжейлі өттік. Енді сол сүкінға қатысты тақырыптың және фатха, касра, дамманы қоса отырып бүгін жаттығу жасаймыз. Алдарыңызға парақшаны бердік, сол парақшаны алдарыңызға ашып менімен бірге ілесіп оқыңыздар. Ән, ләм, құл, ин, ләхум,
Көрдіңіз, ин болмайды еш уақытта. Ин, ләхум, ән-түм. Буынға бөліп оқисыздар. Әнді бір бөлек, түмді бір бөлек алып аласыздар, кейін екеуін қосасыз. Ән-түм. Кәш-фу. Негізі осы сүкін деген қареке буынға бөлуге өте қажет болған қареке. Буынға бөлуге зор көмектесетін қареке осы. Сүкінға келіп тоқтайсыз, қалған жалғасын жалғастырасыз. Кәш-фу. Көрдіңіз? Кәш-фу. Кәй-фә. Кәй-фә. Буынға бөлуге өте жақсы. Яу-мә. Ән-зәлә. Буынға бөліп оқи беріңіздер. Қосуға қатты асықыс жасаудың қажет жоқ. Асықпай оқи беру керек. Әр-сәлә. Күн-түм. Күн-түм. Нәх-ну. Нердегі ортада ха әрпі біліну керек. Нәх-ну. Кәй-духым. Кәй-духым. Көрдіңіз, екі сүкіннан буынға бөлдік. Кәй-духым. Ләм ялиді. Міне, ялиді. 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 Қалқалы әріп келді міне. Ялиді. Ләм ялиді. Вәләм якун. Сүкіндарды буынға бөліп оқисыз. Вәләм якун. Ис тәк бәра. Білдірту керек болған әріп. Ис тәк бәра. Әра әйті. Әра әйті. Әра әйті. Әра әйті. Бәйнә. Бәйнә. Алейхим. 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 Қабы. 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 Қалқалы болып отыр. Бә әрпі қалқалы болды. Қабы. Лика. Қабы. Лика. Қа жуан болады. Қабы. Лика. Муф. Лиху. Муф. Лиху. Алдағы уақытта өткен едіге сақау болсын, жуаны болсын, тағандай білдірту керек болған қалқалы әріптердің барлығын уже саласыз. Осы ережеде оқу барысында, жаттығу барысында соның барлығын саласыз. Жуан ба, жуан қылып оқисыз. Сақау ма, сақау қылып оқисыз. Ақысын беру керек, мағына өзгеріп кетеді. Ақысын беру керек. Хама, ханы қырнамау керек дедік па? Демек, қырнап оқуға мүлдем болмайды. Сіз келтіре алмай атсыз мына әріпті. Осы әріпті айта алмайынша қайта-қайта айта беріңіз. Муф лиху, муф лиху, муф лиху, ха деп көп дайындалу керек. Ары қарай, юн фиқу. Юны деп ұрылмайды. Юн фиқу. Қу жуан. Ис тәу қада. Қада. Қа жуан. Қада. Ис тәу қада. Ис тәу қада. Ис тәу қада. Яш уру. Яш уру. Уру. Айн әрпі шығу керек. Уру. Як. Зибу. Юбы қалқалы. Юбы бә қалқалы. Юбы сыйру. Сый жуан. Юбы сыйру. Мус лиху. Мәсә сақау. Мәсә лухум. Тәра кәхум. Көпшілік, қазір осыны мен сіздерге егжей тегжейлі түсіндірдім. Енді сіздер осыған жаттығу жасайсыздар. Алдарыңызда парақты бердім. Кемі 30 рет, көп рет 100 рет. Кім 100 рет оқиды? Алла қаласа иншалла Құранға түскен кезде қиналмайды. Сол үшін маңдайларыңыздан тер түссін, мына желкелеріңіз ауырсын иншалла. Ал бауырлар, көпшілік, бүгіндікке атмосфера сүкін қарекесі болды. Бүгін сүкін қарекесін жақсылап, егжей тегжейлі қозғадық деп, иншалла сенімді түрде айталамын. Иншалла алдағы уақытта сұрақтарыңыз болса, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, жеке ұстазға шығыңыздар, иншалла қолдан келгенше жауап береміз, түсіндіреміз, қайталап айтамыз. Енді үй тапсырма. Үй тапсырма мынерде 5 тапсырманы бердім мен. Бірінші, мен сіздерге махраждың мынау суретте көрсетілген бойынша 3 категория бойынша үйреткем. Сол 3 категория бойынша жақсылап қай әріптерді қай топқа жатқыздық, сол бойынша жаттығасыздар және жаттайсыздар. Және сол бойынша әріптерді шығуға тырысасыздар және айқалап махраж айтасыздар. Үнемі махраж айтып отырасыздар. Бұл махражды тоқтатуға болмайды.
Енді екінші, сукун харекесіне дайындық жасау. Сіздерге сукунға байланысты парақшаны бердік алдарыңызға, сол парақшаға қарап отырып дайындық жасайсыздар. Кемі 30, ұзағы 100 рет дайындық жасайсыздар. Үшінші, қалқалы әріптерді жаттайсыздар. Құтбужат, яғни 5 әріпті жаттайсыздар. Сол 5 әріптен басқа әріптер қалқалы емес екендігін біліп жүресіздер. Жарай ма? Нун, да, дат, ләм әріптерін кейбіреулер қалқалы әріптерге шатастырып жатады. Жоқ, құтбужат әріптерінен басқа әріптер қалқалыға жатпайды. Соны жаттайсыздар. Одан кейін төртінші, білдіру керек болған әріптерді жаттайсыздар. Кәф пен тә әріпін үнемі жаттайсыз, және сол нәрсені іздеп тауып дайындаласыз. Одан кейін фатха, кәсра, дамма, сукун харекелері, сукун харекелерін дайындаласыздар. Қалай дайындаласыздар? Сол харекелерді Құраннан іздеп тауып дайындаласыздар. Яғни оның ішінен қалқалыда, тәніде барлығын Құраннан іздеп тауып дайындаласыздар. Және 50 сөз табасыздар. Осы қалқалы болсын, білдірту керек болған болсын, фатха, кәсра, дамма, сукун болсын, барлығына қатысты тема осы. Қазір не өттік тақырып, соған 50 сөз тауып дайындаласыздар. Құранға қазірден махаббаттарыңыз иншалла ашыла берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.